Актриса Лидия Каденова әкем театр қызметкерлерімен тамаша тарландары және шоу-бизнес саңлақтарының басын қосып, ұлан асыр той өткізді. Төбе көрсеткен жұлдыздардың өзі 500-ден асып түскен ерекше думан біздің камера объективіне де ілінді. Лидия Каденова жалғыз ұлының үйлену тойында ақ түйенің қарны жарылуы тиіс деп шешкен. Ең қымбат мейрамхананың төріне қазақ өнерінің кіл мықтыларын жайғастырып, өзі ұйымдастырушы, өзі той иесі, күтуге шыдамы жетпеген сәтте даяшы да болып кетті. Өз күшіне ғана сеніп қалған әдетінен келінді болса да ажырай алмай келе жатқанға ұқсайды. Мен айтам, балам, мен енді бұрын үйреніп қалған жерім, үйреніп қалған заттарым басқа жерге қойылса бір сөйлеп қалуы мүмкін. Сөйлегенде мен мынаны былай болу керек, мынаны былай болу керек. Артық айтпайын, балам, әуелі үйреніп ал, одан кейін бәрін саған тапсырам. Көптен күткен ұлы тойдың маңыздылығын арттыру біздің де парызымыз деп шешкен Дидардың үзеңгілестері құда күту, табақ тарту, той бастар үлестіру сынды міндеттерді мойнына жүктепті. Тойға шақырған кезде жасыратын жоқ, көбі кетіп қалады ғой. Лидия апайымыз аяғына дейін билеп, той бастарды таратып, жан-жағына әңгімесін айтып, күлдіріп, билеп, осы ішек-сілегіміз қатар. Құдаларды шақырып, сөз кезегін берейік деген кезде Дидардың жолдастары жүгіріп келіп, шетінен бүйтіп шақырып атты, бір-бір құда. Ол көргенділік. Дидардың жолдастарының көрегенділігі. Демек, біздің Дидар да сондай деген сөз. Анасынан актерлық, ал әкесінен әншілік өнерді аманаттап алған Дидар Каден бұған қоса колледж басшысы, концерт пен телевизиялық жобалардың жүргізушісі қызметтерін қоса алып жүр. Бірнеше кеменің басын ұстау күйеу жігіттің қолынан қаншалықты келеді, әріптестерінен сұрап көрген едік. Мен енді оны әнші ретінде емес, актер ретінде қабылдаймын. Бірақ мен ол кісіні өзім шынымды айтсам жүргізуші ретінде көрем. Дидар жақсы ұйымдастырушы, мысалға басқармашы деп айтуға болады. Қолынан келсе жасасын, бәріне де үлгірсін, өнерін де алып жүрсін, басқасында басқарып жүрсін деген сияқты. Сондықтан одан ол ұтпаса жаңағыдай жеңілмейді деп ойлаймын. Өнер әлемінің бал қаймақтарынан бата алып, тілеулес болған жандардың лебізін тыңдап, шаңырақ көтеру салтанаттарының ерекше өткеніне қуанған жас жұбайлар мұның өтеуі сырты малға, іші жанға толы берік отбасы болады деп сендірді. Анама осындай келін сыйлағаныма өте қуаныштымын. Бұл мен үшін бір белес, осы белесті өтіп, Құдай қаласа енді елге елеулі, халқына қалаулы, жанұяның бірі болуына тырысамыз. Өзіміз айтамыз, осы 4 баламыз болса, 5-шіні асырап аламыз деп. Сондықтан ойымызда бір 5 бала болса деп армандаймыз. Мен бақыттымын, сондықтан осы енемді де күйеуімді де бақытты қылуға тырысамын. Кіл жұлдыздар жиналған тойдың тарқауы қиын болды. Қатарға қосылған жас отаудың қуанышымен шоу-бизнестегі бамон таң қылаң бергенше бөлісті. Әдемі Сейфулла, Ерлан Абдуалиев, Ревю жаңалықтары. Осынды міндеттерді мойнына жүктепті. Тойға шақырған кезде жасыратын жоқ, көбі кетіп қалады ғой. Лидия апайымыз аяғына дейін билеп, той бастарды таратып, жан-жағына әңгімесін айтып, күлдіріп, билеп, осы ішек-сілегіміз қатар. Құдаларды шақырып, сөз кезегін берейік деген кезде Дидардың жолдастары жүгіріп келіп, шетінен бүйтіп шақырып атты, бір-бір құда. Ол көргенділік. Дидардың жолдастарының көрегенділігі. Демек, біздің Дидар да сондай деген сөз. Анасынан шыдамы жетпеген сәтте даяшы да болып кетті. Өз күшіне ғана сеніп қалған әдетінен келінді болса да ажырай алмай келе жатқанға ұқсайды. Мен айтам, балам, мен енді бұрын үйреніп қалған жерім, үйреніп қалған заттарым басқа жерге қойылса бір сөйлеп қалуы мүмкін. Сөйлегенде мен мынаны былай болу керек, мынаны былай болу керек. Артық айтпайын, балам, әуелі үйреніп ал, одан кейін бәрін саған тапсырам. Көптен күткен ұлы тойдың маңыздылығын арттыру біздің де парызымыз деп шешкен Дидардың үзеңгілестері құда күту, табақ тарту, той бастар үлестіріктерлік, ал әкесінен әншілік өнерді аманаттап алған Дидар Каден бұған қоса колледж басшысы, концерт пен телевизиялық жобалардың жүргізушісі қызметтерін қоса алып жүр. Бірнеше кеменің басын ұстау күйеу жігіттің қолынан қаншалықты келеді, әріптестерінен сұрап көрген едік. Мен енді оны әнші ретінде емес, актер ретінде қабылдаймын. Бірақ мен ол кісіні өзім шынымды айтсам жүргізуші ретінде көрем. Дидар жақсы ұйымдастырушы, мысалға басқармашы деп айтуға болады. Қолынан келсе жасасын, бәріне де үлгірсін. Актриса Лидия Каденова әкем театр қызметкерлерімен тамаша тарландары және шоу-бизнес саңлақтарының басын қосып, ұлан асыр той өткізді.
Төбе көрсеткен жұлдыздардың өзі 500-ден асып түскен ерекше думан біздің камера объективіне де ілінді. Лидия Каденова жалғыз ұлының үйлену тойында ақ түйенің қарны жарылуы тиіс деп шешкен. Ең қымбат мейрамхананың төріне қазақ өнерінің кіл мықтыларын жайғастырып, өзі ұйымдастырушы, өзі той иесі, күтуге өнерінде алып жүрсін, басқасында басқарып жүрсін деген сияқты. Сондықтан одан ол ұтпаса жаңағыдай жеңілмейді деп ойлаймын. Өнер әлемінің бал қаймақтарынан бата алып, тілеулес болған жандардың лебізін тыңдап, шаңырақ көтеру салтанаттарының ерекше өткеніне қуанған жас жұбайлар мұның өтеуі сырты малға, іші жанға толы берік отбасы болады деп сендірді. Анама осындай келін сыйлағаныма өте қуаныштымын. Бұл мен үшін бір белес, осы белесті өтіп, Құдай